Хиджабтағы сексологтарға не дейсіз дейді. Не болды, басқа сексологтарға жол бермей жатыр ма не? Айналдым. Әлбетте олардың басқа тема, оларды мен ұрсып жатырмыз, оларды дұрыс емес дейміз. Сіздер де соны аңдымаңыздаршы. Өзі көп емес, өзі үшеуі ме, төртеу ме, сондай ақыл айтқыш болып кетті енді. Хиджаб киіп бопты енді. Мәселе хиджабта емес, орамалда. Әлбетте ондай тақырыптар кішкене мынау закрытый адамдарға айту керек. Ол бір бәріне отырып сексологиядан хабар беретін дүние емес. Әлбетте ол дұрыс емес нәрсе. Мен оны қолдап жатқан жоқпын. Бірақ біз ана кішкене алға қарай дамимыз десек, анаға не дейсің, мына не қыламыз десек, дін ол үшін емес. Дін біреудің аузын жауып емес. Енді демократия, интернеті бар, телефон, дуэт жасап, қолын жайып отырған адамдарға не айтасыз? Қазақтың ұлы батасы, Алланың ұлы дұғасы, соның ішіне боғауыз, ятсыздықты қосып, чайка-майка бір бәлелерді қосып, соған ыржың-ыржың күліп, қолымыз жайып отқандарға не ақыл айта аласыз? Айтшы. Неге соларды айтпаймыз? Бір қазақ тоқтатамай жатыр. Олардың оның алысқаны мұғалім Нұрлан имаммен алысып жатыр. Жоқ, ардақтылар. Біз өзімізді тәрбиелейік. Біздің әлі қоғамымызда жетілетін нәрсе көп. Әлбетте олар дұрыс нәрсе емес. Сондықтан біз одан да басқа нәрсеге мән бергеніміз артығырақ.